Сәлем достар! Бүгін 2024 жылдың жұлдыз жорамалына шолу жасаймыз. 2024 жылы кейбір жұлдыз белгілерін табыс пен мәнсап тұтып тұрса, кейбіреулерінде отбасылық өмір мен жеке қарым-қатынастардың нығаюы көрсетілген. Тоқталар үшін алдағы 2024 жыл жаңару жылы болады. Кармалық ай түйіні жыл бойы осы белгіде болады. Бұл дегеніміз тоқта шарқырап өз талантын көрсете алады дегенді білдіреді. Наурызда күннің тұтылуы жаңа қуат пен сенімділік әкеледі. Бұл жаңа бастамалар үшін тамаша уақыт. Сәуір танысуға, жеке қарым-қатынасты жақсартуға және неке құруға қолайлы уақыт болады. Бұлай ақша табуға қолайлы мүмкіндіктер мен күтпеген қаржылық пайда келеді. Шілдеден қазанға дейін Юпитердің оң әсері өмірдің көптеген саласындағы дамуға ықпал етеді. Күз оқуға, саяхатқа және бизнеске қолайлы уақыт. Торпақ 2024 жылы планеталардың қолайлы әсері кәсіби салада жаңа мүмкіндіктер ашады. Көктемде ескі жетістіктер мен қалыптасқан байланыстар бизнес пен жұмыста алға жылжуға көмектеседі. Бұл жұлдыздың өкілдері жаңа жобаны жүзеге асыруға кіріседі. Ақпанның ортасынан сәуір айының соңына дейін Юпитердің қолайлы әсері сәттілік әкеледі және табысыңызды арттыратын жаңа қызықты перспективалар ашады. Мамыр махаббат пен романтикалық қарым-қатынастар үшін қолайлы уақыт. Күзгі тұтылулар мен кәсіби іс-әрекеттерді қорытындылайды және жұмыс жоспарларында түзетуге енгізіледі. Егіздер, алдағы 3 жыл үлкен өзгерістердің, шытырман оқиғалардың және жаңа мүмкіндіктердің жылы болады. Наурыз және сәуір айларында тұтылулар сіздің жеке өміріңізге жаңару әкеледі. Жаңа жоспарлар мен достар пайда болады. Бойдақ егіздердің өміріне кездесулер, жаңа таныстар және жаңа махаббат келуі мүмкін. Мамыр айында сәттілік планетасы Юпитерге бұл белгіге еніп, прогресс пен даму әкеледі. Ал маусымда Венера қарым-қатынасты жақсартады. Шілдеден қарашаға дейін жеке тұлға ретінде өсу, даму және сәттілік болады. Жылдың аяғында желтоқсанда сіз өзіңіздің жайлы аймағыңыздан шығып, кейбір кедергілерді жеңіп, алға ұмтылу үшін көбірек күш салуыңыз керек. Шаян 2024 жылы байланыстар, әлеуметтік орталар кеңейіп, жаңа достар пайда болады. Юпитердің 2023 жылы басталған оң әсері 2024 жылдың бірінші жартысында жалғасады. Қаңтар, мамыр айларында шаяндар өз жоспарларын белсенді түрде жүзеге асырып, өзіне деген сенімділікке ие болады. Жаңа идеялар мен армандар энергияны алға қойған мақсаттарға бағыттайды. Жұмыста және кәсіпте астролог жаңа бағыттар мен тәсілдерді қолданып көруіне кеңес береді. Сәуір мен мамыр қарым-қатынасқа, достыққа және бірлескен іс-шараларға қолайлы уақыт. Жылдың екінші жартысы қазірдің өзінде басталған жұмыстар мен жоспарларды аяқтап, жалғастыру үшін қолайлы болады. Қазан мен қараша қарым-қатынасқа оң өзгерістер әкеліп, жаңа махаббат әкеледі. Арыстан жұлдыздар 2024 жылы арыстандарға мансапта өсуге, кәсіби дамуға және табыстың артуына уәде етеді. Абырой мен ықпал күшейеді, әлеуметтік мәртебе көтеріледі. Бірақ қолайлы мүмкіндіктерді жіберіп алмау маңызды. Бірінші жарты жылдықта мансабыңыз өсіп, жаңа лауазымға ие болуыңыз мүмкін. Екінші жартысында жаңа перспективалар ашылады. Мамыр айында мықты идеялар ықпалды адамдардың қолдауына ие болуы мүмкін. Махаббат ғаламшары Венера шілде және қазан айларында жаңа таныстар, жеке қарым-қатынастар мен некелерді үйлестіруге қолайлы мүмкіндіктер береді.